yourself up and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you go get up, if you go get up, cause this is Africa. Раз yegaman, buldaraz yegaman. Dostluk saysa, ne dostluk saysa. Raz yegaman, buldaraz yegaman. Dostluk saysa, ne dostluk saysa. This time for Africa. Төртінші және үшеу. Жігіттер, бүгін 5 жылдық концерт кешіміз. Не деген керемет. Осыдан 5 жыл бұрын. Естеріңде ма, сен қандай едіңіз? Қанша дедіңіз 5 жыл бұрын? Мен 16-та едіммін, Арман. Көбейінің арқасына 21-ге толдым. Жігіттер, осыдан 25 жыл бұрын естеріңде ма? 25 бұрын қандай еді? Жоқ. Біз өз жауап күтіп. Бүгін келген халыққа 5 жыл бұрын біз қалай танысқанын көрсетпейміз ба? Көрсетейік. Мысалы, үшеуміз бір мектепте оқыдық. екеуміз бір сыныпта, параллельный класста. Түрде ұқсап тұр, параллельный. Онда көрейік. Таныс бәшім. Не болды? Атың кім болды? Қақты оқисың сен, бауыр? Осы жерде? Осы жерде оқисың ба? Осы жерде оқисың ба? Сонда мына жерде сынып ба? Қақты оқисың? Осы мектепте оқимын. Қай класс? 9-шы класс. Қандай ды? Д ма? Түрің мияқ кезден қоқсайды сенің маған. Сот қормақ, сот шығар. Қартмыне, сот ақша, тиын, қонтақ жейді. Сот жоқ. Жоқ ба? Қады шашын бер. Есім бар ма? Уәлихан. Арман. Дайын. Не деген керемет үйсіз танысқан. Енді келесі бір әдемі сәт колледжге түстік. Сен баняға түстік. Мен баняға түстік. Біз колледжге түстік. Көкшетау колледждің алдында штой көрміз. Өзің ойлашы, тұрмыз. Қапа келіңдер папа. Балдар байналайын Ерболатты көрген жоқтар ба? Кімді? Ерболатты көрген жоқтар ба балдар? Көрген жоқпыз апа. Мына Көкшетау колледж ғой. Ерболатты көрген жоқтар ба? Көрген жоқпыз апа. Айналайын Ерболатты шынымен көрген жоқтар ба? Осы жерде ғой Ерболатты көрген жоқтар ба балдар? Ерболатты көрген жоқтар ба? Көрген жоқпыз. Сотларын шандар. Бұл ашық сот. Кайым ба? Ерболатты көрген жоқтар ма? Ерболатты көрген жоқтар ма? Кешіріңіз апа, есіміңіз кім? Жалғас бұдан айналайын. Ең әдемі сұлу сәт енді мен Олжаспен қалай таныстым? Шапалақ қойыңдар, қатырақ келіп.
Роман сияқты әдемі деген. Ода болса бүгін келген қонақтарға өзіміздің мықты әнімізді шабақпен қарсы келіп алып қараса қоламыз қаламызда деп шабалап тұрмаса осы жүріп қысқанды әзімі жеткіземіз секірдің сүресі көңілі жігіттер шана шабайық сендер ойнаймыз бүгін жігіттер көрейік ең бірінші автобуста болған оқиға автобус ішінде бәрі қорқушылар Соққы қайда? Мен емес ki қамау құрда болған. Енді бір банкоматтың алдында тұрған кезектегі студенттер. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Ойбо, не деген отыр? Кім соң қомдай ақа? Білмейміз. Кім білеміз деді жаңа? Білмейміз. Жоқ, кім білеміз деді? Білмейміз. Егерде кім соң айтсаңдаршы маған? Білмейміз. Онда мен білем кім соңғы екен. Кім? Мен. Сибирья тура! Тура! Алдарымызда газетте болған оқиғалардың бірі. Ай, балам, айналайын, 500 теңге бересің, айналайын. Ай, айналайын, шуда 500 теңге берді шай. Ай, балам, көмектесін де шайналайын. Ай, балам, көмектесін. Кешіріңіз, бүгін жұма ма? Ұялмайсыз, бүгін мен сізбен ғой. Тәте 500 теңге берді. Газетте болған оқиға екі. 5 жылда атламашы. Тәте 500 теңге бердіші. Маймасы кеткен тәте 500 теңге бердіші. Тәте 500 теңге беріңіздерші, пожалуйста, тәте 500 теңге бердіші. Өртелерді қашан қоясыңдар? Ертең теңге 500 теңге бердіші, тәте. Үйдің проездге жинап болсам төлейтін түрлер жоқ. Құрметті қонақтар, онда болса көрейік, все по 50-та болған очередь. Кешіріңіздер, шөп кетсем, осың по 50-та. Сырға сап отырды, өтіп Саламатсыз ба? Ана сырған бересіз, қанша тұрады? 50 теңге тұрады. Менде 30 теңге бар. Кешіріңіз, 50 теңге бар. 30 теңге бар. Кешіріңіздерші. Менде 50 теңге бар екен ғой. Өтіп кетсем болма, кешіріңіздерші. 50 теңге бар екен, кешіріңіздерші. Бағана сырған бересіңізші. Өтіп кетті. Ананың көздерін ананың қастарын Ананың бөкселерін қарасай, ананың шаштарын қарасай. Жібермектер! Шығындар атқарады алынбағандар! Автобуста болған оқиға екі. Театральный шығасындар бар ма екен? Жоқ. Октябрьский? Жоқ. Зеленый базар? Мен бүгін понедельник қой. Тас дәуіріндегі қазақ тілінің дамуы. Бір банктегі оқиғамда шыбаған адам деп ол ондай емес, бұл қазақтың ырымы. Мына қызға ұқсайтын қыз, мына қалың малы, өлтірісі, артынан келгені және киті. Бәрекелді, құрметті қонақтар, онда болса көрейік, Тараз қаласының Ақмарозы қызы бір үйге келін болып түсіпті. Алла айта бер, келін болып түстім, аға байым намысын ерексіз болып, ничего нормально. Тимоштар қалай, Микош тұртық ма, қалай бәрін? Ай, келін, қалай жағдай? Салам алейкум, Енешка. Ай, попроще сөйле. Я везу Енешка,
Зеленый бар саған 200 теңге. Мен саған 500 кептім бе отсай? Отыра берсең оңы ма? Тік тұрасың ба енді? Отыр! Көшеден солға соққа. Оңға ұртпадың ба не? Анамда пиратып қоян! Енді оңға. Солға ұртпадың ба? Тіке жүрмеш. Мен дұрыстың қуарқа кетпадың ба? Адам естесі көрші, адам шындастырып көрші. Мен сен үшін қолым дірілдеп қалдым маған. Жақсы машина ме? Магнитофон істей ма? Сен басын істей ма? Істейді. Ол да істейді. Машина қай жылғы? Танысаң деп пе не? 91 жыл өзің қай жылысың? 89. Есі что қызы бар адам машина. Қанша бересің? $5000 бар. Апармайым. Барлықтарыңызға бүгінгі біздің 5 жылдық туған күнмен шын жүректен құттықтаймыз. Келгендеріңізге көп рахмет. Біздің ең әдемі сұлу әніміз осы жердегі әдемі сұлу қыздарға кетті. Сәлем сұлу қыздар, бізді қолдайсыз ба? Сіздер үшін бүгін ойнайтын матчолар. Ерекшелігімен сізді қызықтырам. Көңілді жігіттер, нағыз чемпиондар. Шоудар қақпақада. Жігіттер, өзіміздің кешімізді бастадық. Бастадық. Тағы бір жүргізушілер келе ма деп бір айтып отыр жүрдім. Жүргізушілер келе жоқ па? Өзіміздің жерімізді өзіміз жүргізе береміз, иә? Өзіміздің жерде өзіміз деп тұра береміз, иә? Неге қажет бар бізге жүргізуші? Олжас болды. Олжасқа ұрмаған шапалақты Маратқа ұрды ғой дейді екенсің ғой. Кім? Не? Шпингелет. Кім? Шпингелет болғанда. Кім? Өзіңе қарап алсаң. Былай ғой. Кім? Не? Қай базарда киінген олар деп ойбай. Мынаны қартындаптың киімді. Барып алды да. Нормально түрі көрсейсің сөйлем бар. Ақтау бейт, әдемі киген бар ғой, толық. Не болады дейді? Не ғой біздің 5 жылдық кеш дегендей сол, вечер деген. 5 жылдық дейді? 5 жылдық дейді. Сендер 2007-де бастаған жоқсыңдар ма негізі? 2007. Дұрыс қой, 2007-де 5 болсаң 2010 болады ол. Сен негізі 2 жыл үй жақта ойнағанбыз. Дворда ойнаған ғой. Сол қосшы 5 болған ғой. Молодец. Ой. Маргара. Петчен. Құрметті достар, бүгінгі құрметті достар, бүгінгі кешіміздің бас демеушісі кубок сататын магазин. Не мынау? Неме біле мынау? Қартына қасында оқып көрейік та мәке, оқып көрейік. Ана футболдан ағымын доптың нелер жүрген үшін де. Кән. ақтау түркістан ахмет яссауи колледжінің кубогы КВН 29. түркістаннан машина алған кездері ғой. Мейлі, қалғанын көре берейік. Қалғанын көре берейік. Қайсысын алайын, мәке? Вот белый это. Белый, взгляд, да? Я вот красивый же есть же. Бар орысша. Ой, мына, Чемпиондар лигасы. Чемпиондар лигасы 2008 кіші кубок Алматы. Тоқта. Это, выключи. Это кіші кубок, үлкен кубок кім алған еді? Извините, үлкен кубокты алған адам есімде мен. Мен есімде үлкен кубок алған команда шықты. Дәл қазір менің қасында. Ол жігіттің әрбір ойына, әрбір керемет сөздері мен үшін ешқашанда ғажап алып келген емес. Бірақ кім алды өзі? Сендер ма? Сендер ма? Осы ағаларымыз алды, осы ағаларымыз. Ағаларымыз алсын деп. Мен біліп алдым ғой. Ол кезде алған. Люстра көрінші. Люстра кетті. Еш нәрсе. Тоқташы, қаласыншы, маған жақын.
мынаған ешқандай қатысы жоқ қой. Бұл қызы ғой. Мынау айналайын мынау. Автобусты ұстап тұрады деп жатыр. Мына не екенін білесіз ба, Мәке? Бұл сырға. Жоқ, шапам істеп мынаған бағын. Кешіріңіз. Мына, кеше сеніліп қойып не. Оғыш. Жазғы кубок, Жасыбай толқыны. Бас жүлде, Павлодар, Баянауыл облысы дейді. Сұрақ сіздерге. Нені көріп отырып бәрі кубок бар екен. Ана лига, мына лига. Бірақ Қазақстанда басты 2 лига бар. Премьер-лига және жоғарғы лига. Соның чемпион болыңдар ма, болған жоқсыңдар ма әлі күнге дейін? Болғанымыз түсімізде. Әлі болған жоқ бізде. Мен, көрдің ба? Бұлар премьер-лига чемпионы болу керек. Жоғарғы лига чемпионы болу керек. Сол үшін бұларға чемпиондық бата керек. Міне. Батаны кім береді, Мәке? Жоқ. Қазір жоқ. Мен 5 дүркін чемпионмын Қазақстан. Сен қанша рет? 2 дүркін чемпион. 5 дүркін да. Бірақ енді біз сақылы мұртымыз төгіліп тұрған жоқ былай да. Бата беретін бір жігіт сен білесің ғой деймін. Қанат Қазалыға, Қызылорда! Атамыз келді, ата. Не дейін? Бата! Бата берем. Чемпион болсын деп. Қолдарым бейтіндер бәрін айналайындар. Не деймін енді барлығына бата берейін, айналайындар. Өмірде бақытты болыңдар, чемпион болыңдар. Нарада 59.417 кубок тұр екен. Соның екеуі жетіспейді екен, айналайын, соны жетістіріңдер, айналайындар. Қышалмайды сезім, ақша бұлттай аппақ, қайталайын жаным есіміңді жаттап деп. Барлығына айтарым бақыттың базарында, сахнаның назарында, Есен ағаның назарында жүріңдерші, күліп мәңгі. Амин. Чемпион болыңдар. Батан беріп атыр. Батан бер. Енді сұрақ сізге. Сіз өзіңіз чемпион болғасыз ба? Болғасы? Болдық. Қайда? Дворород футболда. Бейжің олимпиадасында болдық бұл. Или штангыдан 200 чемпион. Он сан не атсы. Жоқ, бір Қызылордаға бір чемпион болады ғой деп жүрген ғой. Не шаруам бар еді. Айтсам ғой деп кетіп қалайын мен. Жақсы кетіп қойыңыз. Микрофондасына кетіп қойыңыз. Жақсы, қошеметтеріңізден тағып. Жалпы бүгін кешімізді салтанатты түрде ашу үшін бізге бір кісі керек. Негізі жалпы қалай ғой? Негіз біз емес қой негіз үшін. Дұрыс па? Тұрымыз айтыр. Үздік КВН шоу дегенде біреуіміз. Дұрыс па? Біріміз таныстырып өзіміз. Таныстырмады еді, таныстырайық. Жақсылап бір. Шапалақ ұрғызып былай да. Құрметті достар, жарайсыздар жігіттер. Қазақстан Республикасының чемпиондары 2 дүркін. Ба? Сондай ма? 2 дүркін. Мәссаған бағдарламасы Еркебұлан Мырзалиев! Және Марат Осмаев. Көз тимесін 5 дүркін чемпиондар. Жай клуб анда-санда тамада Марат Осмаев. Ондай болса былай алайық, жігіттер. Жалпы бүгінгі кеш бір кісісіз өтпейді деп ойлаймын. Қазақстан КВН одағының президенті сахнада Есен Елеукен. Кеш жарыстарыз, кеш жарыс КВН қауым. Жыл сайын Тараз қаласында біздер осы арнайы жоба ұйымдастырып,
Тараздың көрермендеріне кішігірім болса да қуаныш сыйлауға асығамыз. Биылғы жылы осындай Тараздың тамаша бір командасының 5 жылдығын өткізіп жатырмыз, қуаныштамыз. Әрине, мынадай жігіттер тұрғанда менің жүргізуімді кішкене артық болар, бірақ дегенмен ана Марат мен шықпай ақ қояйын дегенде сіз шығыңыз, афишада тұрсын дегеннен кейін шыққам. Қымбатты достар, шыны керек, мынау Тараздың КВН-і, қазақша КВН-ге ең бірінші үлес қосқан, негізін салған командалары бар қала. Сондықтан да қазіргі таңда Тараздың намысын қорғап, намысын абыройлы қорғап жүрген осындай Тараз 2000 КВН командасының мерейтойына келгеніме қуаныштымын. Кезінде бұл жігіттердің команданың аты көңілді жігіттер еді. Осы Тараз 2000 деп аударған өзім бастама көтерген өзім едім. Себебі Тараз 2000 деген кезінде осындай үлкен мерейтой болған. Сол Тараздың намысын қорғайтын жігіттер осындай атқа ие болу керек деп. Бүгінгі ерекше болады. Мен де шығам. Әсіресе мына Марат пен Еркебұлан шығады. Сондықтан да бүгінгі кеш көңілді өтеді деген ойдамын. Ал балаларым, алдағы ойында тек қана сәттілік тілеймін. Таразға шынында да бір чемпион керек, бірақ республикаға танымал командаларға бай. Дегенмен қай команда болса да Тараздың астағын абыройын асқақтататын командалар. Алдағы КВН сахнасындағы ойындарына табыс тілеймін. Жолдарың болсын. Шабалақтарыңыз, есебінен өтер. Жолдастар, біздің кешіміз әрмен қарай жалғаса да бүгін Тараз 2000 командасының 5 жылдығы. 5 жылдығында арнайы бүгін келген Тараз 2000 КВН командасының достары, інілері десек те болады. Жалпы айтқанда Мараттың жерлестері, Тараз 2000 КВН командасының бауырлары, Шымкент жастар құрамасы. Бауырлар КВН командасы қарсылығында. Қайырлы кеш Тараз! Қайырлы кеш Тараз! Сонымен Шымкент жастар құрамасы өзінің жаңалықтарынан бастайды. Кеше Өзбекстанда жаңа орбит шықты. Ол орбиттің аты орбит со вкусом полупорт. Бергіде откашля. Шымкент қаласының қыздары шаштарын жуған екен, фенмен кептірмейді екен. Автобусқа мініп алып, кончикісін ашып алып, шаштарын бейт кептіреді екен. Зоопарктан 3 маймыл қашып кетті. Біреуі Алматыға қашты, екіншісі Шымкентке қашты, үшіншісі осы жаңалықты хабарлап тұр. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Ауылдан келген бір бала Тараз қаласындағы мегацентрде тұрған банкоматты телевизорде ойлап қап, жанында 2 сағат тамашалап тұрыпты. Сөйтіп бір әйелге өзінің карточкасын тығып, өзінің шотын ақша аударып жатса, жаңағы бала айтады дейді: "Апай, жаңа каналға қосыласыз ба? Фирғун деп басылып кетеді болады" деп айтады дейді. Сонымен орыстың белгілері: "Ах, какая женщина! Мне вот такую!" Дәл осының қазақша баламасы: "Ойбай мына елді-ай! Ойбай мына елді-ай! Маған осы әйелді берсай бір жаман болмас еді-ай!" Құрметті көрермендер, әр елде баскетболға жаттығуды әртүрлі жасайды. Сонымен Америка құрама штаттарындағы жаттығу. Сонымен рахмет, ал енді өзіміздің жерлестеріміз Қазақстан құрамасы. Шымкент жастар құрамасы қазақтың ұлттық клиптарын жинағын жасады. Сонымен достар, кеттік! Ой үстінде тәттімінде, Нашивайлар шат күнімде, ән салайық, бейбілейік.
халықаралық қазақ тілі университетінде салтанатты жиын болып өтті. Сүйген құлагерім шынаран жан болса алдында тұра берем егер бәрі жаса аққайының қасына шіркімен сезесің жүйеді ауыз ете кетеді аққайының қасына жүгір түкірде музыкамен шықпай ма деген да болмай қалды. Көңіл күйлеріңіз қалай, құрметті достар? Ойлашы, біреуге звондадың да? Иә. Сәлем, қалайсың? Көңіл күйің қалайса? Шапалағын отыр а жақта. Bir түрлі ғой, а? түсіндіп жатырмын да. Мына жерде қалаға қарап отырсақ, көптеген қойыңызшы. Мәссаған сіз алдандыңыз! Мәссаған сіз семіріп кеттіңіз! Мәссаған не оны білем! Ой, кешіңіздер. Білесің ма, не үшін Тараз 2000 деп қойған? Сұлбан, тез деватсың. Не үшін Тараз 2000 деп қойған? Не үшін Тараз 2000? Өйткені Тараздан Алматыға дейін автобус 2000 теңге. Асыр, Тараз 2000, атыжайым дейді соңын кетті. Құрметті достар, көп созбаймыз. Сіздердің сүйікті ұлдарыңыз, сіздердің жергілікті командаларыңыз, сіздердің бүгінгі перзенттеріңіз. Семейден келгенді. Жалғастырайымыз. Тараз 2000, қарсаңыздар! Арнайы келді, шапалақ аяма, Тараз 2000, киеді Тараздан. Арнайы келді, шапалақ аяма, Тараз 2000. Таразым менің сені сүйемін, ал егерде сүймесең, басқа қалаға кетемін. Тараздың қызы жанында тұрғанда, бетінен сүйіп аласың, бетіңнен плотна ұрғанда, есіңнен танып қаласың. Менің атым Азамат, мен айтпасам кім табады? Менің атым Ерлан, менің атым Ерлан, менің атым Ерлан, менің атым Ерлан. Жоқ, олай емес. Сенің атың Ерлан, сенің атың Ерлан. Жоқ, олай емес, оның аты Ерлан. Оның аты Ерлан. Менің кеттіңдер, менің атым Азамат, мен айтпасам кім табады?
Ал енді осы өлеңді өзім жазған. Ол май жазған. Кім білмейді, бұл қақпағыма солмамақ жақсы көрмейді. Ал енді асалында. Кім көрмейді, сол ішке ол жақсы көрмейді. Сен тұрмайды ғой? Олай. Сен тұрмайды ғой? Жұлдызды түнде ашқаламан. Қайтейін шырылдаса аққазымнан. Ағарып атса таңға қимаймын, біткен нанға тоймаймын. Жігіттер осындай әдемі кеште шындай кезге бала шаққа көз жүгіретін болса, менің жүрегім ауырып көңіл күйім болмайды. Арман, неге көңіл күйім болмайды? Кішкентай кезінде ата-анамның айтқанын тыңдамаппын. Кішкентай кезінде ата-анамның айтқанын тыңдамаппын мен. Сонда Арман сенің ата-анаң не айтты? Айттыр ғой, тыңдамаппын. Біздің Тараз екінші КВН командасы математика сабағында көріңіз. Жігіттер бүгін бұған көмек Дұрыс отырыңдар. Есімдерім жаңадан келген мұғалімдерім болады ескі. Сабақ түсіндірім. Түсіндер ма? Көзімді түсіндер алмай. Кім бар, кім жоғын тексерейін. Секі бұғы анан кішкене. Оған шатаспаңдар. Емес қой мен фамилиям. Ол вообще, ол сабағын апасы алып жатыр, ол апасы емдеп жатыр. Сен кімсің? Мен оның апасымын. Отыр, ерім бар. Ата-анатын қорламаңыз. Фамилия қандай? Кешір. Кім? Кешір. Сені шақырып атқан. Жаңадан оқушы келіп фамилия қана шатасып қалдым. Аға, менің фамилиям. Сен емес қой енді расында. Деспеңдер. Анау, бір әшіға соның бірі өзінің туған енесінен өте қатты қорқатын келін остановкада. Нормально өзің Келін енем звондап отыр. Енем звондап отыр. Не істеймін, енем звондап отыр. Ұстаса, енем звондап салшы. Мен автобусқа асып бара жатырмын. Таксиге салшы, ұстаса, енем ұстаса. Сәлем беріп келген ешқа қалай сен қолына бере алып ешқа. Сиыр салайын ба, сиыр салайын. Бош. Ей, сен үйленген жоқсың ба? Дайыннан жоқ, не болды сен? Құрметті қонақтар, әр қаланың масалары әртүрлі шығады екен. Ең алдымен Астана қаласының масалары көрейік. Айырым маса. Дәл осындай оқиға Шымкент қаласының масалары. Кетеш. Ал енді өзіміздің Тараз қаласының масалары. Бірәшке отыр қақпан болсын. Мынау негізі өмірде қызғаншақ жігіттер өте көп. Сол жігіттердің бірі өте қызғаншақ жігіт, өзінің қызын күтіп отыр. Қызы бірақ минутқа кешіп қалу үстінде. Қызым бір минутқа кешіп қалды. Кешіп қалдым жаным, бір минутқа қалып жүрсің е. Жаным бар, қалып жүрсің бір минутқа. Атайын көріп қалғам, сол охранник атайын жаным. Охранникпен сүйістің ғой, оңбаған, Жоқ, охранникпен оңбаған. Охранникпен сүйістің ғой, жаман өлім мен омен амандастым. Sonra бір минут қой, привет. Охранникпен сүйістің ғой, жаным ол жаман өлім мен өзімнің көйле деген подружкаммен келесің. Жаным не болды саған? Мені ойып қыздармен сүйістің. Қыздармен сүйістің ғой, жаным. Көйлемен сүйістің ғой, сен оңбаған, бір минутпен көйлемен. Ай, оңбаған, жаным сен бейбат, сенбей тұрсың ба? Мен қарашы, Ерлан досыңның өзі көрді ғой, Ерлан. Не
Ерлан, айтшы, менің жаным шығарып отыр, 1 минутқа кешікті. Арман, не болды қызың 1 минутқа кешікті? Бар шындығын айтып отырсың. Сен неге бұн жақта тұрсың? Екеуін сүйсіңдер ғой? Екеуін сүйсіңдер ғой? Арман, қызың дауысы келіп екеуін Арман, мен сенің жан досымын. Мынау сенің қызың, мен бұнымен қалай сүйсем? Сен немен сүйсеңді ана қалай сүйсіңдесің Жарай, екеуміз бірге таңға дейін жаттық. Сауат. Содан не сүйсіңдер ғой екеуін? Барсаңыз Колгейт жарнамасын білесіздер, сол Колгейт жарнамасы ең бірінші Россияда. Мен азғанда кетіп баратқан адаммын. Здравствуйте. Вы знаете, что у вас в зубах размножаются бактерии? Не может быть, я утром почистил зубы. Дарусының Қазақстанда түсірген версиясы. Саламатса, сіз білесіз бе, сіздің тісіңізде бактериялар көбейіп бара жатыр. Мүмкін емес, мен бір ай бұрын жуғам. Алдарыңызда 2 жігіттің шыбын өлтіруі. Өлтіреміз шыбын? Шыбын өлтірейік. Өлтірейік. Болды ма? Көпалеке ма? Шыбын өлтіреміз ба? Ай, өлтірік шәкер. Өлтірік шәкер. Өлді. Ладно, давай шештірейік. Не дейсің? Шештірейік адам. Не? Ана шыбынды шештірейік. Шешінді. Шашын алып бер. Бесіге тар. Подружкаларында мадап қысып әй. Аяқ киім размері қандай жанына үшін. Түсінбедім сен. Не? Өткенде балдармен бір шыбын салып шешіндірген. Оған ол мата етін. Ол шыбын. Есіктен ел шықпаған шыбын шешіндірген дейді. Оған жылама. Сарғарар. Тамаша телефон бар ма? Ойнамады. Үйге қайдам дейді бұл. Қайтсын еме. Құлақ қалдым. Жаяу бар еді. Көріңіз кавказдықтардың қой союы. Шығу үстінде. Сіз алғандыңыз бұл мәссаған бағдарламасы. Қой, 15 жыл менен мәссаған алдыңыз ба? Бәрісі түрмеде бәрімен түрме қарап приколды. Құрметті қонақтарына біле білсек, кез келген ұрлық болған жерде далада шетісқа қарап тұратын адам болады. Сондай бір жағдай шетісқа қарап тұрған бала. Мысалы, мен көлегімді сол жағында тұрған екенмін біреу. Қарасаңыз, тура мен несін соны істейді. Көрдіңіздер, ә? Ал енді алдарыңызда көрініш көлеңке. Қалайсың жалғасы? Жақсы арзан ма? Ей, жүрген, не жалғасы? Не алғысы? Аны университеттің алдында же балалармен төбелесіп қалыңыз, мен саған қорықтым. Бересің кітапты. Бересің шықсын. Барлықтарыңыз білесіздер, қазір жастарымдар агентпен көп айналысады. Дұрыс па? Любой қыздың агентпен жүреді. Қалайсың, не істеп жатсың, не жаңа артық деген әңгіме көп. Алдарыңызда агентте отырған қыз бен жігіт. Мен әдемі қызбын, науқор жігіт. Мен үстімде компьютер, пентиум 4, пентиум 55. Крик. Мен сөйлейміз. О, айк. Сәлем. Тик. Түсінбедім, тик. Өзің сондай. Тик. Сен басын сен алмай үйде жоқ, тик. Не істеп жатсың? Тик. Шашын полбокс, тик. Ішің пісіп кетті ойын, тик. Ішің пісіп, пирашын пісіртейін деп біздің, тик. Одан анекдот айтып берейін, тик. Айтып берші, тик. Бағы орман бір қоян жүгіріп келетін ғой. Жүгіріп келеді, бір шұңқырға түсіп кетті, тик. Сонымен тик. Абылап жүрмей ма? Тик. Түсінбедім, тик. Мен саған бір әңгімені айтып берейін.
бір бала үйінде жалғыз отқан ғой. Сөйтіп мамасы еқіп. Тек. Шын түсінбедім. Тек. Тыныш мамасы үйіне кірсіндір. Тек. Есі дұрыс анекдот бар ма? Тек. Бір бала мазар бар. Қып-қызыл жемпір сатып алған, сөйтсе жәндеген бәрі мазақтап кетті. Сен қыздарский жемпірің қыздарский деп. Тек. Анекдот дым қызық емес. Мен саған бұдан қызығын айтып берейін ба? Тек. Айта бер, тек. Баяғыда площадьта бір бала келіп қалған ғой. Сөйтіп досын көріп, екеуі болып кетіп қалды. Несің дұрыс па сенің? Несің үйінде ма? Басқасын айтып берейін мен саған. Бір бала таксовать етіп жүрмей ма? Сөйтіп күніне 5 теңге табады екен, бүгін 7 теңге тауып мамасы ұрыспай ма? 4-2 теңге қақта деп. Сол ар жағын папасы телевизор көріп отыр дейді. Есі дұрыс әңгіме бар ма? Ішім піскен бір әңгіме айтып берейін саған. Тек. Бір саяси әңгіме айтып берші дейік. Жалпы Қазақстан футбол құрамасы бар емес па? Тек. Басқа әңгіме айтшы дейік. Сен үйінде ешкі бар ма? Дейік. Ешкі? О неғылай келеді? Тек. Келінген осың көрші сосын түсінесің дейік. Не істеп жатсың дейік. Келін киносын көріп жатыр. Тек. Бәтетім ешкі ұқсап келеді. Сіздерге осы жерде отырған бүкіл өзіміздің Тараздың жерлестерімізге және қонақтарымызға біздің шапалақпен 15 жастамыз ойнап кетейік бір нанды үзіп бөліп жедік дана қиыншылықтарды бірге кештік шынайы достықты бағалаңдар осы күнге де жеттік байқамай жылдар өтіп кетті тез көзі ашып жұмғандай енді бізге 5 жыл қайталаймын енді бізге 5 жыл егер уақытты алсам қойғанда бәрі осы жолдағандай өмірді бір енді қазақша дамытамыз енді болсақша Айта беріңіз. Сіз айтыңыз. Келесі кезекте бізде сұрақ жауап. Сондықтан достар, сұрақтарыңыз болса дайындап отырыңыздар. Мен қазір сіздерге қарай микрофонмен түсем. Маған келді, сол кезде қастарыңызға келем. Сұрақтарыңызды қоясыздар. Ондай болса барлық командаларды бүгін Тараз 2000 шақырайықшы бірінші сахнаға. Тараз 2000. Той иелері Тараз 2000. Және де Тараз 2000 ойнайтын бүгінгі оған қарсы келген қонақтары сіздер бір команда. Жұмыр Қорқыт құрамасы Арыс Дулати жастары. Кешіңізде дұрыс салмаған. Неге қазмаса, үйден шығып кетесің қазір. Сонымен бастаймыз ба? Бастайық, мен жүріп тұрайын. Ал, мен залға кеттім. Бірінші, екінші желтоқсанда өтетін облыстық саммитінде қандай үлестерің бар қосқан? Қосқан қандай үлестерің бар? Бізде екі жауап бар. Бірінші Болады. Айтса бір сұрақ қойсыңдар. Бірінші, екінші желтоқсанда болатын облыстық саммитінде қандай үлес қосасыздар? біз телевизорда қосамыз деп. Бірінші, екінші желтоқсанда өтетін облыстық саммитіне қандай үлес қосасыздар? Енді біз саяси жағына араласамаймыз. Бірақ талпа жағын айт қазір. Не үшін сахнаға кубоктарды тізіп қойдыңыздар? Жұмысың болмасын.
Неге осы КВНда приколдардың бәрі есімі Айгүл болады. Приколдар қыздың Тоқташ, Айгүл, отыр бол. Түсінбеймін ол, қайдың өзінің проблемасы. Артына олжасына сұрақ сіздерге. Давай. Қалай ауызға болады? Майыңды шифонерге қойып кетсең. Астау бойынсын. Астау bomba жарылған кезде тарта болмасын деп. Сол бойынша сіз қасында қарап тұрдық. Марат Жиклап бола ма жоқ па? Біз Жиклапты өте жақсы. Әпке, қайталап айтам. Мақпал Жүнісован концерт кеше болып қойды. Оған өзі қойш. Қай жаға барайын? Оған өзі. Шашы қойшы, шашы береді. Шашы, шекермен неғын. Бір құлағын жауып бір құлағын жауып. Қайсыз? Әдемі қыз, жаңа қол көтер. Осы. Саламатсыздар ма? Одан кейінгі жігіттер артқы шашын өсіріп алатын болады, сол не үшін? Итбалыққа иткеп жүрген ғой. Сен айтып отыр, аватар, шықсай бер. Берген. Нан айтып отсыз қой сіз. Нан айтып отсыз қой. Негізі, былайда? Одан да ұзындары болады кейін. Негіз, не үшін? Айтшы. Негіз, бұндай шаш білесіздер, 7 жасқа дейін өсіреді студентке отырғызғанға шейін. Сен студентке отырмағансыз ғой. Менде сұрақ емес, мен просто уже саған номерге берсем бе дедім. Тоқта. Сатып аға, неге қасиет қыздар ау? Ана кеше явно үйінден нан-пан бір бөле барып берген. Ертең үйсібайшы бір авторитетін көтерейін деген анау явно ғой. Өтіп қой. Аға, биттен қалай? Ішім тарып көремайды. Яғанмады бір-біріне телефон беріп, үйтіп, өмірді звондап. Бірден осы жерден ұрыс берейік. Давай. Келіп жүрміз. Осы бірге олайық, семья құрып жан-жар. Еліне 2 жас, досты жарып жан-жар. Тәуесіліміз бар. Ойбай, не өтесің? Ниба, басқаша өтіп тұр. Ниба, бұла бізде. Абыла, Арман енді. Бізде қыз бар деген сендерде. Сапарық бар деген дейді. Енді, қызымызды. Тоқта, Көрейші, түрін көрейші. Туған көрейші құлағы. Бар екен құлағы. Ақша екен? Ақша. Қызы көріп қақшы. Извините, ақшаң бар ма? Ақша. 2 литр майын берсің. Жоқ па? Болды ма? Қанат не болды? Қанат қадап болды ғой, ма? Жоқ, ашық. Келіңіздер. Кішкене жақсы көретін болса, еліне сүйсін болды дейсің. Осымен аяқтайық. Нормально. Осымен аяқтайық. Сауалдарыңыз сұрақ жауап. Сахнадан шығатын газ көріп келем. Қызылорда қаласынан келген Қорқыт құрамасы. Қарсы алыңыздар. Қызылорда құрамасы. Ойнамаймын. Неге? Ойнамаймын.
бұрышта тұратын адам жоқ, мен ойнай алмаймын, ол болмас. Кім тұрады бұрышта? Сен аға елуге тұру керек. Жаңа папа жүргізді ғой, екеуі болады ғой. Сен аға болмаса мен ойнамаймын. Анеге онда бедейік. Есен аға дұрыс Қазір Есен ағаға айтатын датым бар. Ой, не да сол? Даттақсыз, мен өздерім үшін датым болса айтайын, айта қойдым. Онда Есен аға шықтай. Шақтай. Есен аға! Есен аға! Шынымен жақсы көресің ба мені? Енді былай сыртынан. Есен аға, мен көңілім қалды сізде. Жоқ, көңілім қалған жоқ, мен сізді түсінбеймін. Сіз біз кірген ойнайтын балаларды түсінбейсіз. Мысалға, кез келген уақытта, кез келген жерде, кез келген қалада, кез келген сахнада сіз де сахнаға шығасыңдар дейсіз. Біз кірген ойнау, Исаға түсініңізші, оңай емес. Сіздің жұмысыңыз деген не ол? Тұрасыз, хабарласыңыз, құрметті көрермендер, келесі шығатын команда мынандай, келесі шығып кетеді. Ол жақтайтын еще сценарий жоқ, керек емес. Бізге қиын. Әр ойын сайын бізге сценарий жазу керек. Оңай емес. Сіз өзіңіз біздің ауылымызда болып көрші, жүріңізші бәрі. Ана тұрыңызшы. Жоқ, сіз бір командасыз өзіңізше. Ақтөбе құрамасыз. Естаға боласыз ба? Жоқ, қанаттар артында тұр. Хабарлайды ғой. Сонымен құрметті көрермендер, сіздердің алдарыңызда Исаға кірген командасы. Команда неге соншалықты бұрада ойнай алмай тұр екен? Мүмкін бұның демеушісін айту керек шығар. Сонымен команданың бас демеушісі Тараз ішкі саясат басқармасы. Инаңыз? Көрдіңіз ба, Иса, сіз үндемейсіз. Себебі сізде әзір жоқ. Аяқта ойнайсыз. Ал біз деген сондай қатты қиналамыз. Қарапайым көрермен, сіздер қалайшы? Сіздерде кәдімгідей бір команда шыққанда күлмей отырасыздар. Не айтып жатыр? Ол еңбекпен дайындалып, сіздер түсінбейсіздер. Деп дым күлмей кетесіз. Шыңдаршы көрейік бәсі. Ана тазда болмайды онда хаты деген. Шыққандас өзіміз ойнаймыз, давай, бөліп жібер давай. Жүре ойнады. Жар болсын Алла, жәнеге алға, бірлігің болар, бірлігің барда. Жамандық тыйра, жақсылық жина, кетейік бүгін туғаныш сыйла, сыйла, сыйла. Жар болсын Алла, жәнеге алға, бірлігің болар, бірлігің барда. Жамандық тыйра, жақсылық жина, кетейік бүгін туғаныш сыйла, сыйла, сыйла. Маршруттың ішінде болған оқиға. Ал қыз. Да мужской шалбар қыз. Білетсе қолына еге болып тұр, түсіндің ба? Болмаса егеп тұр. Ой, что мне в руки оттолкнешь, а? Какой ты урод! Ведь-то! С руки не руки жамбас сделать! Не надо вообще без рука! Это маршрут, не такси, через год встретиться, через Новый год. Короче, сама не знаю, тишина в зале, судите. Блин, что я тебе не сказала, а? Что я тебе не сказала, молодой мальчик? А? Ты знаешь, где я работаю? Я в прокуратуре работать хочу. Представь, может, плачь. Айналайк, ты не руки сделай, жамбас ты. Ты нормальный парень, волосы оторви. Короче, да? Летом, 5-летием твой день рождения, 2000 года сделаешь.
Тишина, короче, день рождения встретимся. Давай. Устық. Рахмет достар, құрметті тараздықтар, сіздер барлық қараңыз, қазақтың не болмаса, орыстың не болмаса, түріктің сериалдарын қазақша аударса беріліп көресіздер, мал келгеніне қарамай. Ал егер қазақтың киноларын орысша аударса қалай болады? Шамамен осындай болады, өзі пере болады мен. Сен біле білсең, менің күйеуімнің арқасында күн көріп жүрсің. Ты знаешь, в моей мужьей спине сон светишь. Ол ма? Сен маған деген түкте достық қасиетің жоқ екен. У него интернета дружбы нету, сейчас предлагай авторизацию, жетті. Дружбанды қойшы, сен менің итім өлгенде маған көңіл айтқан жоқсың. У него солдат, когда собака вверх ушел, вот так они сделал, когда сделаешь? Жарайды, итім айтып көп артым жақсы болмайсың. Все будет хорошо, сзади хорошо. Не? Что? Кушай. Вместе кушай, ет, да? Арай жалғастырамыз. Полиция қызметкерлері күндемей түндемей жұмыс жасайды. Сол полиция қызметкерлерімен болған жағдай. Аққу. Абылай. Неғып жүрсің түнгі сағат 12-де обедтің кезінде? Неғып жүрсің түнгі сағат 12-де әлі он болмағанда ма бірдеңе қанда? Маған группаластарыма барады ең ғой. Группаластарың қай класста оқиды? Қызықсыз барсың, мен университетте оқимын. Университет деген қай колледж? Аға, сіз қызық екенсіз, мен оқушымын ғой. Оқушы, сен неше оқисың? Мен бар 8 оқимын. Қай класста? 9 ада. Ой, сен бір әзілдің таусылмайтын. Не ма жаңағы? Сен қақа баратсың сонда? Мен вечерге баратын Таразға. Туғанға. Тараз 2000 вечер жасап ма туғаның не? Иә. Мен не ақша қылмайсыңдар? Сіз ақша қосқан жоқсыз ғой. Бір билетті апараттың ғой 300 теңге. Сенде не ма? Суық қару бар ма? Жоқ. Жылы қару? Жоқ. Хотя бір қайнаған қару бар ма? Сендер алдай бересіңдер, ар қара. Бер қара, тұрмысын ар қара. Сен қолын көтер. Сен бар ма суық қару? Жоқ. Мылтық пистолет? Жоқ. Пистолет мылтық ше? Жоқ. Сендер алдай бересің. Маған шақ семірттің. Аш. Бақа. Мынау не оңға берге? Көреміз, Тараз қаласында басында 5 кредиті бар. Сол кредиті құтылам деп 15 жерден процентке ақша алған. Короче, майдашыға қарыз бар, 45 миллион даяқ па. Сондай кіші Қазақстан Тараз телеарнасында кешкі жаңалықтар жүргізуде. Қайырлы кеш, құрметті Тараз Қазақстан телеарнасының тұрақты көрермендері, бүгін біздің кешкі жаңалықтарда ауа райы. Бізде енді бір керемет бір көрініс бар. Ол көрініске бізге реквизиттер көп керек. Яғни бізге бір өзен немесе көл керек. Бәрі тірі болу керек олардың. Біз өзен жоқ, сондықтан да Талас өзенін тауып алдық. Сосын 2 жылқы, сосын 1 сиыр, 2 қоян, 1 тауық керек. Сосын 2 тал керек бізге. Тал болса таң қаламыз да біз. Сонымен барлығын таптық, бірақ әкеле десек сиыр қашып кетеді. Я сиыр болса тау қашып кетеді, сөйтіп бәрін жинай алмадым, бұл жерге шыны керек. Бірақ біз енді оның істейтін жағы жоқ. Шындық айтқан жоқ па? Біз бұл көрінісімізді Талас өзенінің жағасында өткіземіз. Барлығы сол жерге барып көреді. Жүрдерге. Таласқа кетті. Таласы ғой кетті. Таласы жоқ. Босаңдаршы таксист. Мен маршрут не бәрі сұрап қойып тұрмын. Сен кіріп шығып. Осы жерде аңғаласып бірдей. Қара.
Саламатсыз ба, Есін аға? Кешіріңіз мазалағаныма. Бүкіл залда 1 минутқа бола ма? Енді бір әдемі әзіл көрсету бәрі отырғанда хотя бір 1000 шығып алады. Қошеметтеріңізге, сіздердің осындай Тараз 2000-ның концертіне келіп өздеріңіздің ілтипаттарыңызды 1000 теңгеден ақша жинап қоймай билет алып жатқандарыңызға көп рахмет. Біз Таразбен доспыз. Тараз 2000-мен доспыз. Қай біріңіздің анаммен бірден правильно шақыру. Соңына бір ағасы қылып. Біз Тараз 2000-ді қай кезде танымыз? 2007 жылы, біз 2060 жылы квен ойнап жүрген кезде 2007 жылы Армади кіп кішкентай бала бар. Өйде жалғасы бар, Дайрабай дейма, Дайыр дейма, бәрі келді. Сол бәрі келіп кіп-кіптай балдар квен ойнап. Сол кезде Арманға таң қалған бүкіл қазақша квендегі. Есен ағадан басып, Есен айтыңызшы. Арманның бір өзінің бір ерекше стилі бар. Дірілді ойнап. Сол стилін әлі жоғалтқан жоқ, сонымен әлі де ойнап келе жатыр. Сол кезде 2007-де бір керемет әзілдері болатын еді. Оны әлі ойнап жүріп бірақ құрметті көрермендер, Тараз таланттардың өлкесі дейді. Дұрыс айтады. Девчонки, они вечером. Ойбай, девчонки. Бірақ Тараздан көптеген адамдар шықты білесіз. Айнұр Тұрсынбаева, Иманғали Тасмағамбетов атыраудан шыққан. Көп сіздерде бокс, сіздерде олимпиаданың чемпионы бар. Мысалға бір қарап тұрсақ, осы әзілде жүрген юморист Аманғали иттің дауысын салады. Ол созақтан емес, Тараздан екен. Иттің дауысын салады. Жақында Қызылордадан бір ит шықты, Аманғалидің дауысын салады. Құрметті көрермендер, қазақша дегенде қазақша әзілмен әзіліміз Тараздың әрдайым бірге. Өткенде мен хабарласқан кезде кірпіш құйып жатыр деді ме өрбеледе. Кірпіш құйып жүрген, қарсы алыңыздар. Суда беріп өткен. О, суда. Рекең қаласың. Молодец. Плюс ба, минус ба, қандай даусы? Кім? Қарсы алыңыздар. Қалайсыңдар? Не істеватсыңдар? Оған келдіңдер ма? Мен мына команда ең әдемі жігіт болғандықтан бірінші сөз мен бастаймын. Мыналар қанша бастағысы келсе де мен бастаймын. Өйткені бұлар 90, мен 89. Бірақ маған арыста бәрі 76-ын береді. Бізді неғып шевап деп тұрған шығарсыздар. Аз да болса көп те көріңіздер. Көп те болса аз да көріңіздер. Қалған балдар строгенің қол тимей қалды. Тамды көтердік та, кришасын жауып шығып кетті біз бері. Үйгеріме қалғандар сылақ-бұлақ барады. Халықпен амандасса жөнделеді. Қалайсыңдар? Мәдениет түрде амандасса бір. Салмастар. Оңтүстікте сол бір арыстағы. Өздеріңмен келіп тұрмын танысқалы. Базарбай Қуатжан атым менің.
иіліп сәлем бердім халқыммен. Көбісі айтады деген, арыстың жігіттері ән айта алмайды деп. Кім айтып жүр оны? Арыс келді, келіп қалып аралардай, жүрсіңдерме ауырмай, келді Алматыға, неге стройкама, Құдай сақтасын дуэнге, зал, азал, арыс келді. Ал енді арыстың әзілдері, everybody, shot. Осы жерге келіп отқан ата-анамыздың арқасы. Олай болса бір ата-анам жайлы айтып. Менің папам мен мамам бір-бірін қатты жақсы көрген. Сондықтан мен тартындымын. Менің де мамам мен папам бір-бірін қатты жақсы көрген, сондықтан мен әдемі. Жігіттер, мен папам мен мамам бір-бірін жақсы көрмеген. Олар әдемі емес. Білмеймін мен сонда красавчик. Қане, айтарымды ақыл бере. Тартым болса айт! Мистериос. Hola. ¿Cómo estás? Te cuero. Abierto nado abierto. Lombada lom. Күрек бесаға кетпен лом. Тараз қаласында балапандарынан нан таппай жүрген бір күн. Қай жерде магазин бар екен? Ал енді Арыс қаласының қисық әзілдері топтамасы. Қуатжан, кешей тамақ жесей. Нұржан, жіберіңдер, кеше душқа түсіп алғам. Мам, сіз базарға барасыз ба? Иә, балам. Маған бір банан әкеліп беріңізші. Жүрсе өзің киіп көр басы. Мам, менің бір керемет варенье жегім деп тұр. Жегім келсе қалдырып тасташы, ішінде пластик тұр ғой. Мына самауыр қайнамаған ғой? Қайнаған деймін сізге. Мынау қайнамаған ғой? Қайнаған деймін. Мына самауыр қайнамаған. Қайнаған? Сәлем берді қайнаған. Достар, қазақтың ұлттық ойындарының бірі қыз қуу. Бәріміз білеміз, қызға жақсы ат беріп қояды. Ал балаға болса, онша емес бір шабамайтын ат береді. Алматының қызы мен Шымкенттің жігіті. Қусаңда жігіт қаншама, жолатпаймын маңыма, қуып босқа шаршама, адасып кетпе ой шағыма. Қусаңда сені қаншама, жолатпайсың маңыңа, жолатпасаң маңыңа. Бар шешеңнің ой жанына. Тараз 2000 дуэн командасын бір арнаған бір нең бар? Бір 4 жұма өлеңім бар. Қошемет деп қойса әнім бар. Гүлдене бер тәуелсіз Қазақстан. Қазақстан тәуелсіз бер гүлдене. Бер тәуелсіз Қазақстан гүлдене. Гүлдене Қазақстан тәуелсіз бер. Әрине, құрметті көрермендер, сіздер бізді осы шыққан кезде қошеметтеп қолдап жатсыздар. Яғни біз сіздердің алдарыңызда өнер көрсетіп жатыр. Әрине, бұның бәрі менің сұлулығымнан. Енді сіздердің бізге деген шоғалап ұрып қошеметтеп жатқандарыңыз, ол біз сіздердің алдарыңызда өнер көрсетіп, сіздер бізді қолдап жатыр. Әрине, оның аққудың аққуға деген махаббаты. Құрметті Арман бауырым, туғаның оқап 5 жыл. Досы не дейді? Ауырмай жүр, короче. Тараз, ауырмаңдар. Давай жолығамыз. Жақсы.
сіздің команда не екеу ақ деп тұрған шығарсыз. Дәуде болсам кішкентай болып көріңдер мені. Кішкентай болса да кішкентай болып көріңдер мені. Келесі жалпы біз сахнамыз ғой қазір осы кешке қатысы бар, тікелей қатысы бар кісілерді шақырғымыз келіп отыр. Тараз 2000 КВН командасының ата-аналарын шақырғымыз келіп отыр. Ду болып шалықтарымыз келіп. Келіңіздер. Таныстырайық. Арманның папасы Дуғыл Шабалов. Мамам. Арманның мамасы білеміз. Шабалов. Одан кейін. Аға, сіз Уәлиханның папасы. Сіз әке мамасы. Уәлиханның мамасы. Сіз әке Жалғастың мамасы Шабалов. Сіз Жалғастың ағасысыз. Жалғастың ағасы да Шабалов. Сіз әке Ерланның мамасы Шабалов. Ерлан. Сіз Дайырдың мамасысыз. Копия ғой. Ал кімден бастаймыз? Бір кішігірім тілек айтыңыздар. Келіңіздер. Кімнің жолы? Келіңіздер. Ағайын үлкен қуаныш болып отыр, балаларымыз 5 жыл үлкен КВН деген бұлар бастаған кезде жаңағы 17-8 балалар еді. Бізде КВН сол бастаған кезде. Міне 5 жыл өтті. Балаларымыз жігіт болып міне өздерінің тойларын жасап отыр. Айтатын мен балаларым осы той ұзарын артып КВН үлкен аренаға шықсын. Жаңыз Қазақстан емес. Сізге не үшін шықсыздар сол? Шабалақтарыңыз. Рахмет. Алаға. Арманның бабасы Шабалақ тұрыңыз. Адам бойса. Аға? Арман соқтырсаңшы? Арман алғаш өмірге деген папасын алғаш шығып ешкім онлайды. Дұрыс. Енді бүгінгі қуанышқа бақыттарымыз келіп отырмыз. Ата-ананың да онда бір қуанышы. Енді армандар айтайын дегенім ол Алматыда 7-8 класстан бастап кішкене осы КВН-ге жақын болды. Сонымен Таразға келген осы 5 бала, 6 бала бірігіп бір команда құрып жақсы жетістіктерге жетіп отырғанын өздеріңіз көріп жүрсіздер. Мен енді әке болғаннан кейін көптеген жерлерге бардым. Барлықтары біледі көп адамдар. Астана, Алматы, Шымкент, Түркістан барлық жерлерге қолдан келгенше барып сіздер сияқты отырып қолдау жасап жүрген жайым бар еді. Балалар әрқашанда алға баса берсін. Сіздер сияқты ағалары нелер осы КВН-ді ұйымдастырушы Есен ағасы бар. Ол Есен ағасының қасында көмекшілері бар. Оң қол сол қол дейді. Барлық жерде ұжым болғаннан кейін әрқашанда басшы болады. Ұжым болғаннан кейін оның көмекшілері болады. Солардың арқасында осы балалар жетістіктерге жетіп алады. Бұл сахна, үлкен сахна барлық жерде бір қалыпты өздерін жақсы жағынан көрсетіп білгендігі. Ол барлық сіздердің арқаларыңызда. Сондықтан әрқашан алда КВН жасасын, жастар аман болсын, ұйымшыл болсын, барлықтарымыз осындай күшті жақсы қуанышты күндерді кездесіп біз аман болады, сіздер аман болады. Бәріміз жасай береміз. Бүгінгі мына сыйлап, неғып келгендеріне көп рахмет. Арман команда сендерге айтайын. Еңбектерің одан жана берсін, тек жақсылық болсын. Сол үшін біз өзіміздің атымыздан сендерге бір сыйлық жасағанымыз келіп тұр. Мұндай нәрсе қайталана береді ғой, енді сонда да бұл бірінші не болса да, әр өзіміздің семейный неміз сыйлығымыз сіздерге. Есен аға, сіздерге. Сағынеке, құрметті адамдар, сіздерге адамыздан деген сыйлық Азат Сұрай баланың атынан Қазақстан КВН одағының атынан тапсырсаңыздаршы. Тапсырыңыздар. Ары қарай сөйлей беріңіздер. Қалғандарыңыз бірінші тапсырыңыздар.
Естелікке. Есін аға, сізге де естелікке, жалғасының ағасы. Мынау. Қалғандарыңыз сөйлейсіздер ма, қоштасыздар ма, қалай тойдағы? Söylediler, can minimum kім сөйлемеді? Bir ауыз сөз айтып өтіңіздер еді балдарыңызға. Егер балдарға не деймін енді, мына бүгінгі туған күндерің 5 жылдықтан құтты болсын. Мен Ерланның мамасы боламын. Ерлан мысалы Астанада оқиды, бүгін уақыт тауып, сабағынан сұранып, мына балдармен бірге қуанышы бөлісіп келіп жатыр. Не деймін балдарға? Бақытты болсын, ал сіздерге көпшілік рахмет. Осындай балаларымыздың қуанышын бөлісіп, бүгін концертіне келіп жатсыздар. Көп рахмет. Бәріңізді зор денсаулық. Шабалақ. Алла бер. Не болды? Негізі бұлар 3 жылдығын тойлайтын деген оған болмады. Мына 5 жылдығын тойлап отыр. Бұдан кейін 10 жылдығын, 15 жылдығын осылай тойлай берсін. Балдарым туған күндері құтты болсын. Мына келген қауымға рахмет айтқым келеді. Сендердің табыстарың үлкейе берсін. Үлкен десіңдер. Енді 5 жылдық емес, 15, 25 дегендей сондайға келе берейін. Одан кейін балдарға, немерелерге осындай тойға жете берсін. Тойда кездесейік. Ал енді келген той аналарыңызды есін аға табыстау құрысады дегізді. Той болып кетті ғой сіздерге. Құттықтаңыздар. Сіздердің құрметтеріңізге қазір осы кешіміздің бәрі. Балдарыңызды құттықтауға рұқсат. Құдалар биін қойсыншы дейсің ба? Бір билейді бәң. Құттықтауларыңызды алыңыздар. Құттықтаңыздар балдарыңызды. Рахмет. Рахмет. Шапалақтарыңыз. Жалпы бүгінгі кешіміз тек қана сіздерге, ата-аналарымызға, барлықтарымыздың ата-аналарымызға кеше бычтың жарам қазір қайталасаң. Қыздарға деп айтып қыздарға. Жәмдеске қарама-қарсы тұрамыз. Жалпы, құрметті достар, сіздер үшін қайтадан осы сахнада осы кештің иегерлері Тараз күніне болып жатқан команда. Деймісіз бұш жүр. Тараз 2000 қарсы алыңыздар. Ал енді жігіттер өзіміздің жаңа стиль тақпақпен бастайық. Тақпақпен бастай ма? Әрекеттер. Кім бастайды? Басасын. Тақпақ. Базардан көрдім бір сотка. Аты оның Nokia. Бағасынан оның естігенде қатты болды шокия. Біздің арамызда ең әдемі бойы ұзын жігіт аяқ қырық жүргендер айтсын. Далада өте қатты жаңбыр жауды. Ой, талдар болса душқа түскенде шомылып алды. Ойда жоқта жаңбыр жаумай қалды. Талдар болса душта су бітті деп ойлап қалды. Сол Тараз егім туған деп байланысты мен бір тақпақ шығардым. Жігіттер сендерге арнайы. Сізге ма? Иә, сендерге. Сіздерге арнайы. Бүгін Тараз 2000-ның туған күні. Ана жақта сатылып жатыр қойдың жүні. Сол жүннің қасында отыр қой жалаңаш. Бүгін менің өте қатты қарным аш. Тақпағымдай дейді. Тақпағым диванға арналады. Диванға? 3 аяқты диван, 4 аяқты кірпіштер. Дивандар. Диванда отыр сигандар. Неғып отсыңдар сигандар? Одан да
Үйде жинаңдар. Алдарында Тараз қаласында бір түрлі банк тонау көріңіздер. Банк. Түркия болmuş, kabak olmuş, narık olmuş, timoni, pumba olmuş. Pumbaga türlü niye? Salamatçılar, tağıdan sılaveren ki bak. Tağıdan çikoş mu koy? Tağıdan ağın koy. Pumbaga niye? Tort. Ne istiyorsun onu? Bugün doğan günüm. Al onu göreyim, mektepte de osындай жағдай болады. Көрме бола ма? Акис қай сабақтан бересіз? Математикадан. Бізде қазақ тілі ғой. Онда мен неменеге қарсы жүрмін? Ей, бері қараңдар бері. Немене түрлерің әртүрлі? Ей, менің қалтамның астына масағызды кім тастады? Менің партамның астына масағызды кім тастады деймін? Сен ба? Мен денесіне екеуін есігін алып бастады. Сен жақсы ма? Сен есің дұрыс па? Сен есің дұрыс па? Мынаның тәтті жігіт ғой, шай демейсің бе ағай? Алдарыңызда пойызда болған әдемі қыз, бәрі әдемі жігіт. Құрметті жолаушылар, Алматы Астана бағытындағы пойыз екі жолға келіп қатынайды. Абай болыңыздар, тұру уақыты 40 минут. Менің атым Қожа фильм бараттарыңыз білесіздер, сол фильмді 80 жылдан кейін сол актерлармен қайта түсірусінде көрейік. Жанар қызым, айта ғой. Айта ғой, жылама. Қожаның еш кінәсі жоқ. Ол да дәл біз сияқты пенсионер. Алдарыңызда соғыстағы официант. Әке беріңіз не керек? Менің не бар? Менен де бент бар, зеленка бар. Маған бент пеш. Бір порция ма, жарты порция ма? Бір порция. Жаңа 4 жабылға бір бент. Magic Battle бағдарламасына қош келіпсіздер. Бүгінгі Magic Battle бағдарламасының қонағы Қырғызстаннан келген артист Отарбек. Шалақта қойыңдар, Отарбекке шалақта қойыңдар. Саламатсыздар ма, тезірек хабарласыңыздар. Отарбек мырза, ассалаумағалейкум. Сіз бүгін біздің Magic Battle бағдарламамызға не алып келдіңіз? Сумка алып келіп отырмын. Қандай сумка? Дорожный сумка алып келіп отырмын. Қандай? Дорожный сумка алып келіп отырмын. Дорожный сумкаңыз құтты болсын. Ашып қойыңыз. Мынау не? Жігіттер! Жігіттер, киіп көріңіздер. Киіп көрейін. Менің жуаным екі қысқарып қара, киіп көріңіз. Аласың. Алам. Ал. Құдайым ау, мамам. Екеуін сұрмасады. Киім бір сатып отыр ғой, 2000 маған өмір әкелдің киімі. Олжастың киімдері. Аласың. Алам. Бұл киімдермен не істеуге
болады. Оған жерден тезірек хабарласыңдар құрметті қонақтар. Оған жерден екі жағын ұстайсың. Оған жерден секірме. Неге секірме? Тезірек хабарласыңыз. Біздің байланысымыз 8-700 парақолка бар. Тезірек хабарласыңыздар. Қандай мешіт болады? Оған жерді аласың. Оған жерін ашып терісін аударасың. терісін көресің. Екі жағын киіп көресің. Оған жер ашып тұрады да. Сосын қиналған кезде отыра саласың. Хабарласыңдар құрметті қонақтар. Біздің Мекип батыр баған ағамызға. Бұл жер бір әкелші бір бетіне ұстайық, мына бетіне ұстайық, ары бетіне ұстаймыз. Бұл жер бір неше болады? Қытық деп ойнауға болады. Құдайым ау хабарласыңдаршы мынаған. Оған жерді аласың. Смертельный номер істеңізші. Оған жерден киіп көресің. Киіп көресің. Оған жерден кішкене тиіп қоясың. Топик! Ол жастың кемпіріне топик шығарды. Не деген қырғыз мынау? Оған жер смертельный номер. Смертельный номер кәні? Смертельный номер. Молодец, хабарласыңдар құрметті қонақтар. Бұл мен мына сумкамен не істеуге болады? Оған жерін сумканы салып қоясың, оған жауасың, оған қараңыз төңкеріс. Мына Қырғызстандағы төңкеріс емес па? Киіп қайсыдан көрсең? Киіп берген. Осы жерде отырған көрермендердің көбісі ол жерде болған жоқ, бірақ кейбір әдемі сұлу жігіттер, әдемі сұлу қыздар болған шығар. Алдарыңызда самолетта болған оқиға. Құрметті жолаушылар, Алматы Астана бағытындағы әуе ұшағы Астана қалықтап келе жатыр. Қандай? Әуе ұшағы Астана әуе толқында қадағына келді. Мына біреуді ауыз жаматыңыздаршы. Құрметті жолаушылар, Алматы Астана бағытындағы әуе ұшағы Астана қалықтап келе жатыр. Барлықтарыңыз ермендеріңіз сағбаңыздар, бұл турасында ешіп қалдың ба? Ұлттық арасында гейін радармен тұрды. Мына ауыз жаматыңыздаршы. Жауабын кім десе? Құрметті жолаушылар, Ананың есі дұрыс емес пе, әлде түрі сондай ма? Құрметті жолаушылар, Алматы Астана бағытындағы әуе ұшағы екінші жолға келіп қатынайды. Шақастырыңдар ғой! Городской телефон бар ма? Мына жақта. Пиво, минералка, сарыағаш, хор, бәрі таусылды. Пиво, минералка, сарыағаш, хор, таусылды. Сен мұнан телевизорда көрген. Пиво, минералка, сарыағаш. Сен қатты отырсың ба? Мен паркте тұрмын. Қатты отырсың ба? Сен самолетте отырсың ба? Такси, қыздар аламыз, квартира такси, қыздар квартира такси, арзанда. Мына вагон, ана вагонға такси. Квартира бар ма? Бар квартира. Беш маған, 2 бөлмекте, беш. Не істейсің ол? Тұрам. Адам баласың ғой бізде. Не үшін тұрам? Тұрам жер керек шығар мағанда. Мен бомжым ғой е. Кім? Бомж. Бомж? Бажа. Бамашы. Бомж. Бомж сырмызды. Я. Құрметті жолаушылар, барлықтарымыз Тараз қаласының Киров районынан қонып жатырмыз. Барлықтарымыз ыстық суға түскен кезде түсіңіз. Неге ыстық суға түскенде? Абайлап түсіңіздер деймін, абайлап. Шоқарыз құрметті қонақтар. Оны болса бүгінгі кешімізге осындай Тараз 2000 КВН командасының 5 жылдық концерт кешіне қатысқан бүкіл республикадан келген командалар ду қол шапалақпен ортаға шақырайық. Сіздер қошеметтеріңізді шапалақ қойыңдар, қасқақтады. Бүгінгі Тараз 2000 КВН командасының мүшелері мынау Ерлан деген өзіміздің Астанадан келген жігітіміз, Уәлихан деген жақында ғана келін алып келді, үйіне шапал қылып қойыңдар. Келін алып келді. Дайын деген бала өте красавчик сары жігіт, Жалғас деген бала тойы көп тамада. Енді осы 5 жыл бойы өзіміздің үздік әндеріміз тек қана сіздер үшін Ерлан осы 5 жыл бойы өзіміздің әндерімізді шығарған. Үздік әдеті әзім ән жинағын тек қана сіздер үшін шапалақпен ән жинағын қарсы алыңдар.
Жиналыңдар сахна төріне қыздар. Жиналыңдар сахна төріне қыздар. Бүгін жігіттер сахнада бізге әңгіме бар ма? Тілейміз сіздерге арнайы шапалақ ұрмаймыз ба? Сіздердің басқарушылары көп, орыстар Ромастриков, Жайдарманда Есен аға. Финалда сіз келсеңіз көңіл күй көтереміз, бәріне белгілі бұл соңғы ойын. Сұлу қыздар қайдасыңдар, біздерге сіздер ұнайсыздар. Сізге осы ән арналады, шапалақтарыңыз қайда? Көбізді жігіттер, сәлем сұлу қыздар, бізді қолдайсыз ба? Сіздер үшін бүгін ойнайды матчолар. Келіп алдарыңыздар, қолапыз қараңыздар, кім шапалақ тұрмыздар? Осы сөзді қысқартып әзіме жеткіземіз деген үзбесе. Сүйікті қалда, келеміз тағы да, ертеңде осында бізді ұмытпа. Асакамака, нага уна на на на. Асакамака, нага уна на на на. Киелі тараздан арнайы келді, шапалақ аяма тараз екенмін. Let's get crazy! Марат ағамыз бен Еркебұлан ағамызға микрофонды берейік. Мәніңіздер ағайлар. Сау болыпты. Құрметті достар, бүгінгі жігіттердің мерекесі 5 жылдық мерекесімен тағы да ду-қол шапалақтарыңызбен құттықтап қояйық. Ондай болса, сөз кезегі Қазақстан КВН одағы президенті Есен Елеукен мырзада. Рахмет, қымбатты достар, қымбатты көрермендер, бүгін біздің кешімізде бірнеше қонақтарымыз отыр. Ерекше қонақтарымыз Тараз 2000 КВН командасының ағалары, Транс достар КВН командасы. Алғысымды айтып жатырмын. Бүгінгі арнайы сайысқа келіп өнер көрсеткен барша командаларға алғысымызды айтамыз. Алдағы сайыстарға командаларға тек қана табыс тілейміз. Таразда қазақша КВН жақсы көреді. Келесі жақсы сәтті ойындарда кездескенше сау саламатта болыңыздар. Рахмет. Сау болыңыздар, рахмет.